Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жасалу жолы ерекше, жұп-жұмсақ болып шығатын синнабонның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызды газге қойып, сары майымызды саламыз және сары майымызды толық ерітеміз. Оның үстінен айранымызды қосатын боламыз және қантымызды қосып, барлығын жылытып алатын боламыз. Қатты ысытып алмаңыз. Жылыған соң басқа ыдысымызға ауыстырып, үстінен жұмыртқамызды және ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды шетінен барлығын бірден қоспай 3-4 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Және де ұнның қанша грамм қосылғанын мен описанияға толық қалдырып кететін боламын. Сол ұнды ғана қосыңыз, артық қоспаңыздар, себебі өте қатты, тығыз болып қалуы мүмкін. Мінекей осылай қолдың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Осындай қолға жабысатын қамыр болып шығады. Бетін жауып 40 минутқа жылы жерге қалдыратын боламыз. Қамырымыз көтерілуі қажет. Мінекей қамырымыз осылай көтеріліп ашып шықты. Ал енді қамырымызды ұнның көмегімен қай етіп жайып алатын боламыз. Достар, менің каналымда бұдан да басқа булочкалардың рецептері, басқа да көптеген тәттілердің рецептісін таба аласыздар. Ал енді осылай жұқа етіп жайып алған соң, бөлме температурасында тұрған сары майымызды осылай жұқалап жағып шығатын боламыз. Бір тегіс етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Сары майымызды жағып болған соң салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге осындай корица қажет болады. Корица мен қантымызды бірдей етіп араластырып алатын боламыз. Қанттың қанша грамм қосылғандарын барлығын толық жазып қалдырып кететін боламын. Мінекей осылай бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз қантымызды. Содан соң осылай рулет тәрізді етіп орап шығатын боламыз. Мен жіптің көмегімен осылай кесіп шықтым. Пышақпен кессеңіз де болады, бірақ жіппен кессеңіз өте тез кесіледі және өте оңай. Мінекей қараңыздар, өте оңай, көп уақыт алмайды. Ал енді ыдысымызға орналастырып, бетін пищевая пленкамен 20 минутқа жауып қалдыратын боламыз. Кішкене көтерілуі қажет. Содан соң 180 градусқа 20 минутқа духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей синнабондарымыз дайын. Бетіне мен творожный сырмен қантты араластырып жағып шықтым. Ал сіздерде творожный сыр болмаса, кәдімгі қаймақпен қантты араластырып жақсаңыздар болады. Немесе бұл крем жағу міндетті емес, өзін жіберсеңіздер де болады. Ал енді шайға келіңіздер, осындай тәп-тәтті жұп-жұмсақ синнабонымен шай ішетін боламыз. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де жасап жатқан болсаңыздар, комментарийға отзыв жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.